Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бауыр тортын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге бауыр қажет болады. Майда бөліктерге бөліп, осылай дайындап алдым. Одан кейін блендердің көмегімен осылай езіп алдым барлығын. Мясорубкадан өткізсеңіз де болады. Барлығын езіп болғаннан кейін 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын саласыздар. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды сала береміз. 1 кружка ұн салдым. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарап көріңіздер. Онымен жақсылап араластырғаннан кейін 3 қасық сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді қызып тұрған табаға май жағып пісіре беретін боламыз. Блинчик пісіретін табаны майлап, блинчик сияқты құйып пісіріп аламыз, чұқағып. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Осылай беті сәл құрғаннан кейін екінші бетін аударып пісіре береміз. Екінші беті тез піседі. Біздің газымыз орташадан сәл төмен отта тұр. Осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Өте оңай, дәмді жасап көріңіздер. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, торттар, пирожныйлар бар. Кіріп көріңіздер. Осылай барлығын пісіріп алдым. Енді арасына салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 пияз, 2 сәбіз қажет болады. Майдалап турап аламыз. Сәбізімізді теркадан өткізетін боламыз. Сәбіз пиязымызды дайындап алдық. Енді табамызға майымызды құйып, ең алдымен пиязымызды қуырып алатын боламыз. Сәл қызарғаннан кейін сәбізімізді салып, аздап су құйып, бетін жауып қоямыз. Сәбіз сәл жұмсарғаннан кейін астын өшіре бересіздер. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді майонезге 2 тісше сарымсақты осылай майдалап турап аласыздар, немесе осылай өткізіп аласыздар. Майонезбен бірге араластырамыз. Одан кейін біздің бауыр тортымызды жинаймыз. Ең алдымен бауыр, одан кейін майонез салмасын салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жинай бересіздер. Барлығын жинап болғаннан кейін ең соңында майонезін жағып, қайнатылған жұмыртқамызды үстінен осылай сәндейміз. Немесе аскөк пайдалансаңыздар да болады. Осымен біздің бауыр тортымыз дайын. Ортасында осылай көрсетейін кесіп. Өте оңай, дәмді, әрі пайдалы. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.